Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, армысыздар. Сіздер футбол туралы YouTube каналындасыздар. Назарларыңызға футболдан Қазақстан Премьер-лигасының кезекті 6-шы тур ойындарына жасаған шолуымызды ұсынамыз. 26 сәуір сенбі күні Көкшетау қаласында жергілікті Оқжетпес командасы астаналық Жеңісті қабылдады. Бұл бір-бірімен терезелері тең деңгейлес командалардың кездесуі болды. Матчтағы есепті бірінші таймның аяғына қарай алаң иелері ашты. Аслан Тарабаевтың пасынан кейін гол салып көзге түскен Дәурен Жұмат болды. Дәурен осы чемпионаттағы 3-ші голын салды. Елу 5-ші минутта Оқжетпес қорғаушыларының қателігін пайдаланған астаналықтар есепті теңестіріп кетті. Гол авторы Жеңістің бразилиялық шабуылшысы Адилио. Қорытынды есеп 1-1, командалар ұпай бөлісті. Талдықорған қаласында жергілікті Жетісу Семейдің Елімай командасын қабылдады. Бұл кездесудегі есеп ойынның бар жоғы 2-ші минутында ашылды. Елімайдың нигериялық ойыншысы Адеойбоның әуелетіп тепкен добы Жетісу командасының қақпасынан табылды. Адеойбо қатарынан 2-ші тур гол салуда. Позиция таңдау барысында қателескен екен. Денис Кавлинов өз позициясын тастап кеткен, нәтижесінде қақпа бағанасына тиген доп. Елімай матчтағы 2-ші голдарын 1-ші тайм аяқталар тұста салып кетті. Украиналық қақпашы Максим Ковальдың шығарған добын голға айналдырған Плакка болды. Елімайдың бельгиялық шабуылшысы чемпионаттағы 3-ші голын салды. Екінші таймда семейліктер матчтағы есепті 3-0-ге жеткізді. Серб Фейсал Мулич қарсылас команда қорғаушыларының арасынан гол салып кетті. Сербиялық футболшы да чемпионаттағы 3-ші голын салып отыр. Қорытынды есеп 0-3, семейлік команданың жеңісі. Астана аренада елордалық Астана Атырау командасын қабылдады. Бұл кездесу жылдам голмен басталды. Ойынның 2-ші минутында Осман Камарадан пас алған Астананың нигериялық шабуылшысы Джеффри Чинеду гол салып көзге түсті. Бірінші тайм аяқталар тұста Джеффри Чинеду матчта дубль рәсімдеді. Алекса Аманович тепкен допты Атырау қақпашысы Нұрасыл Тоқтаров қайтарған болатын. Қайтқан допты Джеффри қақпаға қайта бағыттап гол салды. Алпыс 5-ші минутта Атырау командасы есепті қысқартты. Бұрыштама соққысынан кейін Мирам Сапанов баспен соғып гол салды. Мирам қатарынан 2-ші тур гол салуда.
Қорытынды есеп 2-1 Астананың жеңісі. Ақтөбедегі Қобыланды Батыр атындағы орталық стадионда жергілікті Ақтөбе Жезқазғандық Ұлытау командасын қабылдады. Бұл матчта Ақтөбе қанша шабуылдаса да біразға дейін гол сала алмады. Тек 76 минутта ғана қарсылас команда қорғанысындағы қарбалас сәтті пайдаланып кеткен Ақтөбенің гаитилік шабуылшысы Жайро Жан командасын есепте алға шығарды. Қорытынды есеп 1-0 Ақтөбенің минималды жеңісі. 27 сәуір жексенбі күні Қостанай қаласындағы Тобыл Арена манежінде Петропавлдық Қызылжар командасы Қызылордалық Қайсарды қабылдады. Бұл кездесудің бірінші таймында салынған гол болмады. Екінші таймда Қайсар командасының айып алаңында тәртіп бұзылып, Қызылжар пенальти тебу құқығын алады. 11 метрден Сенин Тибайдың тепкен добын Қайсар қақпашысы Нұрымжан Салаидин қайтарады. Бірақ ивуарлық футболшы қайтқан допты қайта теуіп, матчтағы есепті ашты. Еще раз показывают повтор. Пенальти Сибай, да. Саладин вытащил пенальти, и Сибай добил. Араға 3 минут салып Қызылжардың черногориялық легионері Дарко Зорич есепті еселеді. Ол командаласы Мамбленің берген пасын сәтті пайдаланды. Зорич чемпионатта қатарынан 2-ші тур гол салуда. В Черногории, ну и решил попытать еще раз счастье в Казахстане, да, вернувшись туда, откуда уходил. Он сам Кызылжар. Но так вот, Дарбле, как бы я его не критиковал за передачу его, записывает на свой счет России. Ну, нехорошо. Добрался, Курбинбек Алгулы обыграл, ну и потом еще и Гидара Тарбука. 80 минутта Қайсар сапындағы Қарам Сұлтанов стандартты жағдайды орындау барысында есепті теңестірді. Какой момент, 2-1! 2-1 делает Қайсар. Карам Султанов забил, что ли? Но все-таки можно считать ошибкой. Вот смотрите, да? Расстояние для удара перед собой. Неуклюже немножко отбивает. И Карам Султанов. 2-1 есебі матч аяқталғанша өзгермей Петропавлдықтар жеңіске жетті. Шымкентте жергілікті Ордабасы көршілері Түркістанның Тұранын қабылдады. Бірінші таймның аяқ жағына қарай Ордабасы қақпасына пенальти белгіленген болатын. Аблайхан Жұмабектің тепкен добын Орда қақпашысы Бекхан Шайзада қайтара білді. Шымкенттіктер бірінші таймның аяғында матчтағы есепті ашады. Гол салып көзге түскен Эвертон Мораес болды. Бұл бразилиялық шабуылшының чемпионаттағы қатарынан салған екінші голы. Бірден 0 есебі матч аяқталғанша өзгермей Ордабасы 3 ұпайға қол жеткізді. Ал турдың орталық матчы Алматыда өтті. Онда жергілікті Қайрат пен Қостанайлық Тобыл кездескен болатын. Ойынның 4-ші минутында белорус Валерий Громыко алыстан бағыттап Қайратты есепте алға шығарды. Валерий Громыко осылайша маусымдағы өзінің бірінші голын соғып отыр. Бұған дейін Валерий Громыко көзге түспеген еді. 35-ші минутта Тобыл ойыншысы өз айып алаңында тәртіп бұзады. Бірақ Георгий Заря пенальтиді сәтті орындай алмады. Счет остается без изменений.
60 минутта Кайрат ойындағы екінші голын салды. Атласқа қарсы ойында да жеңілгісі келмейді. Гол авторы португалиялық шабуылшы Жоржиньо. Сатпаев пас береді. Жоржиньо. Және есеп 2-0. Нәтижелі пас берген Дастан Сатпаев командаластарының ыстық ықыласына бөленді. Голды соқты Эльмес. Ламин Абрау қақпасына 2 гол. Және Тұран қақпасына сақталанған гол соққан. Жоржиньо. Дегенмен қостанайлықтар берілмеді. 79 минутта Кайрат қақпасының алдындағы қарбалас сәтте қазақстандық Александр Зуев гол салып, есепті қысқартты. Қорытынды есеп 2-1 Кайраттың жеңісі. Енді назарларыңызға 6-шы тур ойындарынан кейінгі турнир кестесін ұсынамыз. Турнирлік кестенің басында 17 ұпаймен Алматылық Кайрат командасы келеді. Екінші орынға сондай 17 ұпай жинаған Астана командасы орналасты. Астаналықтар да алматылықтар тәрізді бір ойын артық өткізген. 30 сәуір күні 18-ші тур ойынын ерте өткізіп, астаналықтар Атырау командасын сырт алаңда 0-2 есебімен жеңген болатын. Ал 3-ші және 4-ші орындарда 13 ұпайдан жинаған Елімай мен Ақтөбе командалары келеді. Кесте соңында 2 ұпаймен Ұлытау командасы қала берді. Сұрмергендер тізімін 6 голмен Астана командасының хорватиялық шабуылшысы Марин Томасов бастап келеді. Осымен футболдан 2025 жылғы Қазақстан чемпионатының 6-шы тур ойындарына жасаған шолуымыз аяқталды. Чемпионаттың келесі 7-ші тур ойындары 3 және 4 мамыр күндеріне жоспарланған. Біздің арнада болғандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.